Армысыздар, құрметті көрермендер. Алматы қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері мен Искакова Роза Абылайханқызы және мен Мұқашева Жұлдыз Қозықанқызы 10-шы Е 9-шы А сыныптарының оқушыларымен бірге оқшаулану кезеңінде Абайдың 8 аяқ өлеңін оқып талдадық. Абайдалдық оқыдық, көңілгілім тоқыдық, әр сөзіне үңіліп, танытпадық олқылық. Нақылынан нәр алып, ақылынан әл алып, шәкіртпенен тамсанып, ғибрат кеңес алалық. Баршаңа сәлем. Абай атамыздың 8 аяқ өлеңін бірге оқып, оған талдау жасап, және мынадай қорытындыға келдік. Абайға жүгіндік, өлеңіне үңілдік, оқшаулану кезінде нақылына елтідік. Тәнті болдық сөзіне, парасатты кезіне, 8 аяқ өлеңнен 8 кеңес елме. Абай 8 аяқ өлеңінде толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл, өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бәхір ала алмас. Қиналма бекер, тіл мен жақ, көңілсіз құлақ ойғылақ. Басында мы жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішіл келдің наданның. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның деген. Бүгінгі күнгі төтенше жағдайға байланысты оқшаулану кезінде жұрт айтты екен деп келіп түсіп жатқан негізсіз, дәлелсіз ақпаратты оқып, қауесетке ермей, тәртіпке бағынып, үкімет пен дәрігерлердің қойған талаптарын орындап, надандық танытпай, ақылға салып, үйде болайық. Жігерлен сілкін қайраттан беркін деп насихат бергенде, ұятсыз арсыз салтынан қалғып кетер артына дейін өлең жолдарын оқи отырып, қазіргі оқшаулану кезінде мынадай ой түйдім. Адам баласы қаншалықты мықтымын десе де, біздің осал тұстарымыз әлі де көп екен. Сонда адам кез келген уақытта баса түскен тауқыметке дайын болу керек. Қоғамда болып жатқан дүрбелеңге қарамай, туындаған жағдайға бейімделіп, жаңа талап пен жаңа жоспар құрып, жаңа серпінмен күшке ұмтылып, арқаны кеңге салмай, көптен қалып қоймауымыз керек. Жаңа талапқа бейімделейік те, бар күш-жігерімізді сарп етейік. Екінші кеңесіміз осы. Болмасын кекшіл, болсайшы көпшіл, жан аямай кәсіп қыл, орынсыз ыржаң, болымсыз қылжың, бола ма дәулет нәсіп қыл дейді Абай ақын. Қоғамның еріксіз оқшаулану кезінде біз қарапайым қарым-қатынасының өзіне зәруміз. Қолда бір алтынның қадірі жоқ деген осал. Мектепте жүргенде жүзбе-жүз араласудың орнына, қолымыз қалт етсе ұялы телефонның ішіне кіріп, ойындардың кейіпкерлерінің кейпіне еніп араласып кетеміз. Абай айтпақшы, көпшілікпен араласайық, белсенді болайық, пайдалы іс жасайық, уақытымызды пайдалы етіп өткізуге тырысайық. Бұл үшінші кеңес. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей демекші. Қазір біздің ата-анамыз біз үшін тамақ тауып жүргенде, біздің міндетіміз ол сабақ оқу. Және менің сіздерге берер кеңесім ол уақытты пайдалы қолдану. Яғни күнде мақсаттар қойып, және де сол мақсаттарға жету. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын демекші, арқаны кеңге салып, уайымсыз, қайғысыз, алаңсыз жатпай, рухани байлығымыз бен жан дүниеміздің азып тозбауына жол бермейік. Ал біздің 5-ші кеңесіміз бұл әр сәтсіздіктен кейін жаңа жол табылатындығын ескеріп, өзімізді қамшылап, оқиық, жан жақты дамиық. Білгенге жол бос, болсайшы қол бос, талаптың дәмін татуға. Білмеген соқыр, қайғысыз отыр, тамағы болса жатуға. Не ол емес, бұл емес, менің де күнім, күн емес демекші. 6-шы кеңесіміз, үйде отырған уақытта осы оқшаулану уақытын тиімді пайдаланып, өз-өзімізді жан-жақты жетілдіру үшін нақты мақсаттар қойып, соған жоспарлы түрде талпынайық. Ғылымды іздеп, дүниені көздеп, екі жаққа үңілдім, дейді Абай. Мектеп кеме білім теңіз дегендей, Абай атамыз айтқандай, ілім ғылымның тұңғиығы шексіз, түпсіз. Қазіргі заман талаптарына сай жан-жақты болу керек. Ғылымның барлық жағынан хабары бар. Әрі қарапайым өмірге, өзгерістерге толы заманда кез келген жағдайға бейім тұратын ұрпақ қана топ жарып шығара алады деген ойдамын. Білім мен адам қажеттілігінде назардан тыс қалдырмау керек. Мектеп бағдарламасымен ғана емес, осы сәтті пайдаланып, өзіміздің басқа қырларымызды ашуға тырысайық.
сол арқылы өзіміздің жан дүниемізге үңіліп, болашағымызға жол ашайық. Бұл 7-ші кеңес. Екі кеме құйрығын ұста жетсе бұйрығын дейді абай атамыз. Менің ойымша, екі кемені ұстаған суға кетеді дегенді меңзеп тұрғандай. Осы күндері уақытымызды ұрлап, кез өтуіне септігін тигізуден басқа еш пайдасы жоқ дүниелерге мән мен мағына жұрдай әлеуметтік желі ақпараттарынан, адамды еріксіз әкететін ойындардан, желідегі бос әңгімелерден аулақ болып, ол кемені өз жайына жіберіп, білім емесінен орын алайық. Бұл біздің 8-ші кеңесіміз.